31. Есептер шығаруда жиындардың қиылысуы мен бірігуінің ауыстырымдылық және терімділік қасиеттерін қолдану. Жаңаны оқып үйрену. Есеп шығарған кезде жиындардың бірігуі және қиылысуының ауыстырымдылық және терімділік қасиеттерін қолдануды үйренесің. Бірінші есеп ортақ элементтері бар жиындарды ата. 1, 2, 3, 4, 3, 4, 5, С, 4, 7, 8, Д, 9, 10, 11. Мұнда бірінші А мен В жиындарына ортақ 3-4 элементтер бар, В мен С жиындарына ортақ 4 элементі бар, А мен С жиындарына ортақ 4 элементі бар. 2. Диаграмманың көмегімен А және В жиындарының қиылысуын бейнеле. А және В жиынының қиылысуын белгіледік. Ада 1, 2, В-да 5, ортақ элемент 3 пен 4. В мен А жиындарының қиылысуын белгіле. В мен А жиынының қиылысуы В-да 5, А-да 2, 1, ал ортақ элементтер 3 пен 4. Номер 2. Диаграмманың көмегімен А, В және С жиындарының қиылысуын бейнеле. А, В, С жиындарының қиылысуы А элементінде 1, 2, В элементінде 5, С элементінде 7, 8. А мен В-ның ортақ элементтеріне 3 пен 4 жатады. Ал В мен С, А-ныкіне 4 жатады. Номер 3. Диаграмманың көмегімен А және В жиындарының бірігуін бейнеле. А және В жиындарының бірігуі Ада 1, 2 элементі, В-да 5, ал ортақ 3 пен 4. Екеуінің қиылысында 1, 2, 3, 4, 5 элементтер бейнеленеді. 4А. Жиындардың қиылысуының ауыстырымдылық және терімділік қасиеттерін пайдаланып теңдіктерді жалғастырып жаз. 4А, М, К, Т жиындарының бірігуінің ауыстырымдылық және терімділік қасиеттерін пайдаланып теңдіктер жаз. Номер 5А. Қалдықпен бөлуді орында және тексермен. Қазір 4328-де 5-ке бөліп көрсетемін. 4328-де 5-ке бөлгенде 865, 3 қалдық қалады. 865-ді 5-ке бөлгенде 4325, 4325-ке 3-ті қосқанда 4328 сан шығады. 5А. Есепке 70120-ны 2-ге бөлеміз. 360.918-ді 9-ға бөлеміз. 70120-ны 2-ге бөлгенде 25060 саны шығады. 360.918-ді 9-ға бөлгенде 40102. Яғни мұнда қалдықсыз орындалды. Номер 6. Есепті шығар. А. Стадиондағы жүгіруге арналған жолдың ұзындығы 400 метр. Атлет 2 километр жолды жүгіріп өтуі тиіс. Ол неше айналым жүгіріп өтуі тиіс? S1 тең 400 метрге, S2 тең 200 метрге, 2 километрге айналым белгісіз. Шешуі 2 километр тең 2000 метр, 2000 метр бөлінген 400 метр тең 5 айналым. Жауабы атлет 5 айналым жүгіріп өтуі тиіс. Номер 8. Есептерді шығар. Қаладан ауылға дейінгі қашықтық 30 км. Жаяу жүргіншіге 6 км/сағат орташа жылдамдықпен осы ары қашықтықты жүріп өту үшін қанша уақыт қажет? S тең 30 км, V тең 6 км/сағат, T тең белгісіз. Шешуі T тең S бөлінген V, T тең 30 км бөлінген 6 км/сағат тең болады 5 сағат. Жауабы 30 км-ді жүріп өту үшін 5 сағат қажет. Номер 9. Есепті шығар. Бір автокөлік тәулігіне ауаға шамамен 20 килограмм пайдаланылған газ шығарады. 8 автокөлік 10 тәулікте ауаға қанша килограмм пайдаланылған газ шығарады? Бір автокөлік 20 килограмм тәулік, 8 автокөлік қанша килограмм 10 тәулік? Шешуі 1 көбейтілген 20 тең болады 20 килограмм. Бір авто бір тәулікте 8 көбейтілген 20 тең 160 килограмм. Бұл 8 авто бір тәулікте 160 килограмм көбейтілген 10 тең 1600 килограмм. 8 авто 10 тәулікте. Жауабы 8 автокөлікте 10 тәулікте 1600 килограмм газ шығарады. 10-шы есеп. Сен зерттеушісің. Есепті Эйлер дөңгелегінің көмегімен шығар. Сыныпта 35 оқушы бар. Олардың әрқайсысы метро, автобус және троллейбус тәрізді қала көліктерінің жоқ дегенде бір түрін пайдаланады. 6 оқушы көліктің 3 түрінде пайдаланады. 15 оқушы метро және автобусты, 13 оқушы метро мен троллейбусты, 9 оқушы троллейбус пен автобусты пайдаланады. Қанша оқушы көліктің тек бір түрін ғана пайдаланады? Шешу 15 минус 6 тең болады 9. Метро мен автобустағы оқушы саны.
Номер 11 үй тапсырмасы. Диаграммада төртбұрыштар жиыны мен жасыл фигуралар жиынын бейнеле. Мұнда төртбұрыштарды, мұнда жасыл фигураларды, ал ортасына жасыл төртбұрышты фигураларды белгілейтін салатын боламыз. Мұнда қараңыздар диаграммада. Төртбұрыштарға мен боялмаған төртбұрыштарды ғана салдым, ал жасыл фигураларға боялған жасыл фигураларды салдым. Ал ортасына боялған да төртбұрышты жасыл фигураларды салдым.